Ассалаумағалейкум, автокөлік сүйер қауым. Бүгін 24 наурыз. Автобазарға келіп отқан түріміз бар. Ford Fusion 2007 жылғы 1.4 авион. Робот коробкасы 2.500.000 сұралып жатыр. Ішкі салоны мынандай екен. Жалпы жаман емес, таза. Салон мынандай. Volkswagen Passat универсал. 89 жылғы 1.8 механика, 1.800.000 тұрып жатыр. Жалпы бояп қойған екен. Сыртта қаңқасының жағдайы жақсы болып тұр. Салона велюр. Тап-таза. Mercedes 190 89 жылғы 2 объем механика, 2.800.000 сұрап тұр. Сыртқы кузовтың жағдайы жақсы. YouTube. Ішкі салоны таза, велюр. Жақсы, үстінде люк бар екен. Жақсы сақталған. Opel 99 жылғы 1.6 автомат, 2.500.000 сұрап тұр. Сыртқы кузовының жағдайы орташа. Капоттың асты жағы бәрі тап-таза, жындырлап тұр. Май тағанбаға аққан ешкімге жоқ. Салоны велюр, артқы жағы. Іш жағы велюр. Жақсы, жаман емес. Багажның жағы. Багажник. Daewoo Nexia 2013 жылғы 1.5 механика, 1.750.000 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Suzuki 2002 жылғы 1.3 объем, 3.200.000 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жаман емес, жақсы. Golf 2 1.8 объем, 700.000 теңге сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташадан төмен.
девятка 2000 жылғы 1.6 объем механика 1 миллион 600 сұрап жатыр. Бояп қойған ғой. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Мерс 94 жылғы 1 миллион 950 мың сұрап жатыр. 7-8 объем. Hyundai Sonata 5-ші поколение. 2 миллион 300 сұрап жатыр. Оның объемы 2 болса керек. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташадан төмендесе болады. Камри десятка 93 жылғы 2 миллион 500 сұрап. Nissan Maxima 97 жылғы 3 объем автомат. Бағасы жазылмаған. Жалпы базарда көлікте көп, адамдарда көп, бірақ сатып өзіп атқан машина жоқ. Карина 93 жылғы 2 миллион 500 сұрап тұр, 1.6 механика. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Toyota Карина еді 95 жылғы 1.6 объем 2 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Hyundai Accent қара түсті. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Капоттың астындағы мотордың бәрі жақсы. Маяқ тұрған ешкімге көріп тұрған жоқпын. 2014 жылғы 1.6 автомат дейді. 5 миллион 500 сұрап жатыр. Тағы да бір Hyundai 2013 жылғы 1.6 автомат 5 миллион 500 сұрап тұр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Есть ми? А? Есть ми? Жоқ. Ішкі салоны велюр. Бәрі таза. Жақсы десе де болады. Мерс Лупарик 2000 жылғы 4 миллион 900 сұрап тұр. Автомат. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Audi A8 сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Бағасын көріп бастайық. 2006 жылғы 7 миллион сұрап жатыр.
объемы 6. Мерс Лупарик. Тоқсан 8 жылғы күшті 2 автомат 6 миллион 100 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Сырық тырық жоқ, бәрі жақсы. Бәрі орнында тұр. Ішкі салоны бәрі таза. Жақсы. Камри 35 2003 жылғы 5 миллион 500 сұрап тұр, автомат 3 объем. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Ішкі әлемі таза былғарыдан. Таза, жақсы, жыртылмаған. Бәрі орнымен тұр. Күтіп айдалған екен. Audi 100 переходка, универсал. 88 жылғы 2003 жылы алып келінген, айдап келінген дейді. 2-3 объемы, механика 3 миллион 500 сұрап жатыр. Мына көлік. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Ішкі ескі жағы үйлермен ағаш араласқан. Орындықтары үйлер. Жалпы іші таза. Артқы жағы мынандай таза. Жақсы. Бірақ бағасы қымбаттау. Мерс Лупарик. Екі мың бірінші жылғы 2.8 4 миллион 600 сұрап отыр. Қаңқасының жағдайы орташа. Мына жақта тағы да бір Мерс жиналып қапты. Лупарик. Сыртқы жағдайы орташа. Бірақ бағасын жазбаған екен. Лупариктер тізіліп тұр ғой, мына қатарда. 98 жылғы 2.8 автомат 4 миллион 100 сұралып жатыр. Ішкі кожа салон. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Мына жақта да Лупарик тұр. Тағы да Лупарик. Honda Elysium 2008 жылғы дейді. 6 миллион сұрап жатыр. 2.4 автомат. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа төмен деп айтса болады. Порог жақтарын жұмыс жасату керек. В общем,
Ұзын сөздің қысқасы, ескі болсын, жаңа болсын, әр көлік өзінің классына, дәрежесіне байланысты баға түсіп жатқан жоқ. Ескі көліктер сол қатайып ұстап тұр, қымбат бағаны. Жаңа көліктер одан да қымбат бағаны ұстап тұр, қатайып. Баға әлі түскен жоқ. Көлік қымбат, көлік көп базарда. Адамдар да көп, алып жатқан ешкім жоқ. Ал жігіттер жай отырмай саусақты жыбырлатып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл менің каналымның дамуына үлес болады. Dodge Charger 2007 жылғы 507 объем 11 миллион сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы өте жақсы. Dodge Charger 2021 жылғы 3.6 объем. Американец бізде бәрі бар деп тұр ғой. Шавелюр. Жақсы, шүбәр, керемет. Таза. Chevrolet Silverado 2020 жылғы. Дөу ғой енді, дөу. Дөуген масқара. Кожаный салон. Арт жағынан артқы орындықтары. Смело 4 адам сиіп кетеді артына. Ойланбай 4 адам сиеді артына. Жалпақ дөуген өзі. Nissan Quest 2013 жылғы 3.5 объем 13 миллион 300 сұрап жатыр. Швер кожа. Салон мындай.
опцияларға байш. Жеті орындық. Газ орнатылған екен. Toyota Fuji 2007 жылға 13 миллион сұрап жатыр. Раптормен, матовый раптормен боялған. Сыртқы кузовтың жағдайы жақсы. Ішкі салоны осындай велюр. Жақсы, жаман емес. Mercedes A220 дейді. 16 миллион 2021 жылғы объемы 2. Шатыры панорамный. Сыртқы жағдайы қаңқасының жақсы. Ішкі әлем былғарыдан жасалған. Керемет, таза жақсы. Панорамалық крыша дейді. Люк бәрі бар.